сүйкімді балалар. Қайырлы күн балалар, мерекеміз құтты болсын. Бүгін жаздың бірінші күні, жарқырай түс, жайнай түс. Сен одан да жарқын бол, бүлдіршін. Өйткені бүгін 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні. Бақшаға біз бөлексек, балдырғаным сен үшін. Бақытыңды жыр етсе, балдырғаным сен үшін. Жігіт болар күн ертең, балдырғаным гүл еркем. Бақытты бол, өсе бер, құтты болсын мерекем. Осы тамаша күні біз Жауқазын атты балалар шығармашылығының өнер фестивалін өткізгелі отырмыз. Біз ең талантты, ең сүйкімді, ең мейірімді, кішкентай және көңілді балаларымызға арналған жұлдызды концертімізді бастаймыз! Облыстық білім басқармасының мұрындық болуымен өтетін өнер фестиваліне қатысуға ынталы балалардың жыл сайын артуы қуантарлық жай. Хореография жанры бойынша жеке биден ең үздік деп танылған биші балапандарымыз сіздерге өз өнерін паш етпек. Назарларыңыз бізде болсын. Жан ерімі біле білсең бидеген, кімдерің бар бидін атып сүймеген, қазағымның би өнерін паш етіп алдымызда аруымыз билеген. Мұнайлы ауданы номер 10 жалпы білім беретін мектептің мектепалды даярлық тобының тәрбиеленушісі Чары Шаттық ұлттық қамажай биімен ортада. Қабыл алыңыздар.
боюнча билим бөлүмүнүн номер 2 Жанар Бөбекжайынын тәрбиеленушісі Көшен Қалқаман Кавказ биімен сахна төрінде кабыл алыңыздар. Мың бұралған бишілеріміздің өнерлерін тамашаладыңыздар. Ендеше жеңімпаздарды анықтайық. Жеке би бойынша Жауқазын шығармашылық өнер фестивалінің лауреаттары. Мемлекет балалардың жарқын болашақ үшін, бақыт үшін қолдау көрсетіп демеу бола береді. Себебі балаларымыз елдің басты байлығы, өмірдің гүлі. Вокал жанры бойынша жеке әншілерімізді ерекше көңіл-күймен, қошеметпен өнерлерін тамашалайық. Мереке құтты болсын. Тәрбиеші апайлар, сіздер дейін жан барда, күлім дейміз шаттана, шығып биік заңғарға. Маңғыстау ауданы Мейіржан жекеменшік балабақшасының тәрбиеленушісі Асқар Гүлімай тәрбиеші әнімен сахна төрінде. Қабыл алыңыздар. Kita
жол болсын. Әнші болғым келеді бұлбұлдайым, әміредей болуды армандаймын. Қанатымды қондырып ұшқан кезде арманыма жақындап қалғандаймын. Жарайсың Еркебұлан, талабыңа нұр жаусын. Олай болса, Жаңаөзен қаласы бойынша білім бөлімінің номер 9-шы Қызылсай бөбекжайының тәрбиеленушісі Таймас Нұрила Қайратқызының орындауында Аққу арман әні. сыйлаймыз. Жарайсың Еркебұлан, сен де өскенде елін жерін қорғайтын үлкен азамат бол. Түпқараған ауданы Форт-Шевченко қаласы Алпамыс бөбекжайы кішкентай арулымыз Нұрлан қызы Раяна әсем байтақ даламыз әнімен ортада. Қабыл алыңыздар. Әсем байтақ даламыз солап үрген
кембіра. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Білгің келсе біздің жайды, содан сұра тек қана, бұдан асқан шежіре жоқ, бұдан асқан жоқ дана. Қадыр Мырзалы ағамыздың осы бір өлеңі жүректі тебірентпей қоймасы анық. Ақтау қаласы номер 31-ші Еркемай бөбекжайының сүйкімді бүлдіршіні Ербек Ағыленнің орындауында қасиетті домбыра әні. Қошеметпен, ыстық ықыласпен қарсы алайық. Ең талантты, ең үздік әнші балапандарымыз анықталды. Жеке ән бойынша Жауқазын шығармашылық өнер фестивалінің лауреаттары. Бала тілі бал, сахна түріне шығатын бүлдіршіндер вокал жанры бойынша топпен ән салмақ. Бүлдіршіндердің әсем әндерін қабыл алыңыздар. Баршамызды бала тілмен баурайтын, бала деген бір бақыт қой самғайтын, ата-ананың арманы мен тілегін бала емес пе бал бұлақтан жалғайтын. Жарайсың Еркебұлан. Бейнеу ауданы болашақ бөбекжайының тәрбиеленушілері хор айналайын ақ мамам әні. Қош ерметіңізді айналайын.
бүгінгі, көркейтер күніңді ертеңгі, үйренген өнерін көрсетсін, бүлдіршін балалар белсенді. Жаңаөзен қаласы номер 18-ші мереке бөбекжайының тәрбиеленушілері Қыдыр ата Нұрай мен Кенжеғали Аянаның өнерге құштарлық әсем әнін қабыл алыңыздар. Бақшамызға барамыз, күні бойы қызыққа батамызда қаламыз. Жарайсын Еркебұлан, балабақша бәрімізге ұнайды ғой. Түпқараған ауданы Сайын Шапағатов ауылы айналайын бөбекжайы тәрбиеленушілерінің орындауында хор балабақша әні. Әнші балапандарымызға қол соғып, қошеметімізді айналайын.
баламыз, ақылдымыз данамыз, ертеңгі күн ел қорғар батырлары боламыз. Жарайсың, бәрекелді еркелар. Ақтау қаласы 24-ші бөбекжайының бүлдіршіндерін «До свидания, детский сад» әнімен қарсы алайық. Нәтижесіне ең үздік деп танылған әнші балапандарымызды атап өтейік. Топпен ән бойынша Жауқазын шығармашылық өнер фестивалінің лауреаттары. Қиялы ұшқыр кішкентай балапандарымыздың хореография жанры бойынша топ-би туындыларын тамашалауға шақырамыз. Балаларымыздың көңілі жарқын болсын. Бейнеу ауданы бойынша білім бөлімінің Бейнеу бөбекжайы тәрбиеленушілерінің орындауында Якут ұлттық биі мың бұралған бишілерімізді қарсы алайық.
иесің, бар қазаққа тілерім, сендей тәтті бұйырсын. Ендеше Маңғыстау ауданы Еркетай бөбекжайының тәрбиеленушілерінің орындауында тәттілер биі кішкентай ару бишілерімізді қарсы алайық. Какие же мы сладкие, какие же мы вкусные, какие мы любимые, какие мы красивые. Мы ваши детки, Түпқараған ауданы Таушық ауылы Күншуақ жекеменшік балабақшасы тәрбиеленушілерінің орындауында кемпір қосақ биі қабыл алыңыздар.
қияға қыран көзбен қарайлайды, жарыққа қанат қағып көбелектер әуелеп ұшсам дейді бар арманы. Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің номер 19-шы Толағай бөбекжайының тәрбиеленушілерін ғажайып әлем биімен қарсы алайық. Жұлдыздай жарқыраған, сүйкімді де өнерлі бүлдіршіндеріміздің жеңімпаздары анықталды. Хореография жанры бойынша топтық би Жауқазын шығармашылық өнер фестивалінің лауреаттары. Жауқазын шығармашылық өнер фестивалінің аясында бақытты балалық шақ асфальтқа сурет салу байқауы өтті. Қиялы ұшқыр, кішкентай суретшілердің туындылары додаға түсіп, жеңімпаздар анықталды. Бүгінгі мерекелік көңіл күймен талантты бүлдіршіндерімізді шын жүректен құттықтаймыз. Балаларды қорғау дегеніміз әрбір сәбидің тыныштығын қорғау, тәтті ұйқысын бұзбау, алаңсыз күлкісін тоқтатпау деген сөз. Ашық аспандай, нұрын шашқан күн сәулесіндей біздің балаларымыз бейбіт өмір сүруде. Өте керемет күн болды. Еркебұлан, солай ма? Я, дұрыс айтасыз, маған да ұнады. Жарайсың Еркебұлан. Ендеше осындай мерекеде келесі кездескенше күн жақсы болсын. Қуанышты күндеріміз көп болсын.